және түрлі тапсырмалар арқылы бірнеше дағды қалыптастырамыз. Кәнекей? Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын біз кәсіп және мамандық деген сөздерді пайдалану арқылы өзіміздің көңіл күйімізді білдіріп, бір-бірімізге жылы лебіздерімізді білдірейік. Ендеше сіздер бастасақ, сіздер доктор. Кәсіп деген яғни К деген бастап қатыны. Мен саған кейін күн көретін. Қаттырақ сөйлемес, жылдан қысқа нұсқа. Тез-тез. Сенің әр күніңе қуаныш және шаттық тілеймін. Жылдан қысқа тез-тез. Жақсы тез. Әрқашан ілгері жүрмейді. Әдемі. Ескі сөз қолды докторымыз керек, е, осындайда. Жақсы. Одан сайын парасатты бола береді. Парасаттылық деді. Сіз? Бүгінгі күнің белсенділікке толы болсын. Ойланып отырайық қыздар, жылдам. Бүгінгі күніне, бүгінгі сабақтарда белсенді қатысуға Рахмет. болсын. Тез-тез қыздар, алтындарын айналайын. Әдемі. Сабағыңыз сәтті өтсін. Ой, әдемі. Қалай? Ендеше, ең алдымен мамандық деген сөзге тоқталайық. Мамандық, профессия. Яғни латын тілінен аударғанда профессия сөзі анықталған іс, мамандық дегенді Рахмет, білдіреді. назар тоқсын аралай. Келесі кезекте Мамандық қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі. Рахмет, әрі жалғастырыңыз. Мамандық таңдау тағдырдың таңдау деген сөз. Кейінде өмірде өз қабілетіне Рахмет, жалғастырыңыз. кәсіп таңдау. Бұл өте жауапкершілікті және маңызды іс. Мамандық қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметі. Жақсы, адам өмірде екі нәрседен қателеспеу керек дейсіз. Және мамандық аралай. жалпы әлемде 40 мыңға жуық әртүрлі мамандық бар екен. Біздің алдымыздағы басты міндет ол мамандық таңдаудан қателеспеу. Яғни қазақ поэзиясының ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев айтқандай, екі нәрседен адам баласы қателеспеу керек. Оны ең біріншісі жар таңдау болса, екіншісі мамандық таңдау. Келесі кезекте тапсырмаларды орындасақ, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай А, Т, М, Б деген әріптер берілген. Яғни осы әріптерді пайдалану арқылы біз мамандық аттарын жазып шығуымыз қажет. Ең алдымен біз 3 топқа бөлініп, Жақсы. Студенттер бөлініп бір топқа. Жақсы. Қай топ ең көп сөз жазады, сол топ жеңімпаз атанады. Мамандық атауы, иә? Мамандық атауы. А дыбысына келетін мамандық атауы, Б дыбысына, М дыбысы және Т дыбысына келетін. Жазғандарыңыз оқи беріңіз. Қыр әрпінен басталып, тәрбиеші, Сақшысы, иә? технолог, терапевт. Технолог, терапевт. Тіл маманы жатыр ма тілшілер? Иә? Сіздердің мамандықтарыңыз емес пе? Жақсы. Тіс дәрігері бар, иә? Әдемі. Тағы да А дыбысына кімде бар? Архитектор, аспаз, айтишник, ақын. Ақын маманы, иә? Жақсы, тағы да? келесі 3 топ. Бізде мұғалім, аспаз, бухгалтер, бастапқы әскери дайындық, дәстүрлі музыка өнері және дизайнер. Музыка керек, иә? Банкир келетін шығар, иә, осыларға? Көп рахмет. Келесі кезектегі біздің тапсырмамыз бір тұжырым, 3 дәлел деп аталады. Яғни тұжырым келтірілген тақырып жақсы жұмыс болса, шаруаңды дөңгелетесің. Бірінші дәлел, екінші дәлел және де үшінші дәлелді келтіруіміз қажет. Ендеше уақыт кетті, әр топ өзіміздің Тұжырым 3 дәлел. Жақсы жұмыс болса, шаруаңды дөңгелетесің. Осыған 3 дәлел беріп қой, е? Тұжырымымыз белгілі. Жақсы жұмыс болса, онда сіз шаруаңызды дөңгелетесіз дейді. Осы бір тұжырымға 3 дәлел жазып көрсет. Дәлелдеп көрелік, кәнекей. Бұл тұжырым ғой енді. тұжырым көрсетілген, соған өзіміз дәлелдеуіміз керек. Әдемі. Талқылау. Олар топтың ішінде қыздар талқылап жауап береді. Есерімізді жан салсайық алтындарын. Дайындар бірінші топ. Алтындар кәнекей қыздар. Елі отырып жауап береміздер. Уақытымен кейін. Жақсы жұмыс болса, шаруаңды дөңгелетесің, бірінші дәлелде. Жұмысың сүйікті болса, саған кез келгені оңайға соғады.
азаттықпен бар көңіліңмен жасағандықтан ол жұмыстың качествосы өте жақсы болғандықтан тұтынушылар да разы болып ол шаруа үлкен табыс алып келеді. Жақсы, рахмет. Қарабай. Үш дәлел айтылды. Рахмет сіздерге көп шаруа. Келесі. Бірінші дәлел қаржылық тәуелсіздік, яғни сен жақсы жұмысың болса, сен қаржылық Әрине, табыстың болсын деген сөз. Екінші даму, яғни сен жақсы жұмыс болса, сен әрдайым даму үстінде боласың. Үшінші сен сенімділік, яғни сенде жақсы жұмыс болса, сен сенімді жүре аласың. Және де осы жақсы көріп жасаған жұмысыңды ары қарай дамыту үшін сенің басыңа түрлі инсайттар келеді, сол арқылы сен дамисың. Жақсы. Жақсы жұмыс, ол жақсы жұмыс деп адам өзінің таңдаған мамандығын айта алады. Адам оған қызығатын болса, ол берекелі жұмыс болады. Сондықтан да ол жұмыс бойынша, сол маман бойынша мансапты көтеру оңай болады. Біз үшін енді жақсы жұмыс дегеніміз біз үшін бірінші ол жұмыс істейтін орнын, екінші ол сенің әріптестерің, үшінші сені алдына қоя білген мақсатына жете білуің. Көп рахмет. Сүйіктің іс болады. Солай ғой. Ендігі кезекте бізде рефлексия, яғни кері байланыс, жетістік баспалдағы деп аталады. Жасыл түсте жасай аламын, түсіндім, жасауға тырысамын, және білемін бірақ жасай алмадым. Енді өзіміздің істейтіндерімізді бағалау, енді өзімізді бағалау жіберсек, бүгінгі сабақта нені жасай алдыңыздар және нені жасай алмадыңыздар? Ал сабақты қорытындылаймыз осымен, не? Жақсы кері байланыс болды ғой. Келесі бастауға студенттер өз-өзін бағалап